الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті білім талап етуші, Алланың қалауымен біз вахтату сәбиати осы 7-ші тарауға жеттік. Бұның тақырыбы ад-дирасату, яғни сабаққа байланысты бізде тарау. Енді бізде бұл жерде әдеттегідей 3 хивар болады, яғни 3 диалог. Біз Алла қаласа үлгерсек 2 диалогты өтеміз. Одан ары уақыт қалып жатса, 3-ін де өтуге тырысамыз. Енді мұның барлығын біз аударған болатынбыз, алдыңғы сабақтарда. Енді білесіздер, Алла қаласа вахтату сәбиа 7-ші тарау деген сияқты. Ал-хивару әуәл, ол 7-ші тараудың 1-ші диалогы. Унзур вастамиа ва аид, оқы, есті және қайтала. Енді бұл жерде 2 адамның диалогы, Ғоним мен Ғолиптің екеуінің диалогы болады. Қараймыз. Унзур иля лаухати иқра әл-джадвала ад-дираси. Унзур деген назара деген етістіктен шығады. Назара янзуру, яғни бұлай жазылады. Назара, жазу кішкене қиынырақ, кешіріп қойыңыздар. Назара деген сөз. Назара, оның мынау өткен шағы, осы шағы янзуру болады. Янзуру. Назара десе қарады, янзуру қарап жатыр. Ал унзур десе бұл жерде бізде бұйрық райы, яғни әмір етіліп жатыр. Унзур дейді, қара дейді. Иләл лаухати. Лауха деген бізде жаңа даска. Даска, тақта. Енді бізде жаңа тағдырлар тақтасы деп айтады ғой. Лаухул махфузда деген сияқты біздің тағдырлар жазылған. Осы лаух деген сөз қолданады. Енді лаух біздегі қазір қолданып жүрген, ол жаңағы бізде даска, тақта. Унзур иля ғаге қаке, қара, қайда дейді? Тақтаға. Тақтаға қара. Тақтаға қарап, не істе дейді? Иқро дейді. Оқы. Оны біз жақсы білеміз, Иқро деген, ол қороа, яқроу деген етістіктен шыққан, яғни оқу. Иқро, оқы деп әмір етіліп жатыр бұйрық райында. Иқро, оқы. Иқро бисми роббикаллади халақа деген ең бірінші Құранда түскен аяттар бар емес пе? Осы иқро деген сөзден басталған. Яғни жаратқан Раббыңның атымен оқы деген осы. Иқро. Әл-джадуала, кестені оқы дейді. Қандай кестені оқы дейді? Ад-дираси, сабақ кестесін оқы дейді. Яғни сабақ кестесін оқы, қандай сабақтар қойылған, қандай күні қойылған деп бізде жаңа мектепте, колледжде, университетте осындай бізде жаңа бір тақталар болады. Сол жерде біз кестеге қарап, өзіміздің расписание барлығын қарап аламыз. Сол кестені айтып жатыр. Яғни бір оқып көрейік. Унзур иля лауха, тақтаға қара. Иқро әл-джадвал әл-дирасия, сабақ кестесін оқы. Ғалиб айтады. Ад-дирасату хомсату айямин фил усбуи. Яғни екеуі тұрда қарап, енді былай айтып жатыр Ғалиб. Ад-дирасату, яғни сабақ, хомсату айямин дейді. Хомса деген не? 5. Айям деген көпше түрінде күндер, яғни яум деген сөзден шыққан. Яумун. Айям деген көпше түрі. Айямин, хомсату айямин. Сабақ 5 күн дейді. Фи деген дадетате. Ил усбуи, аптада. Аптада 5 күн сабақ.
яғни 5 күн бойы сабақ болады дейді бір аптада. Сонда ғаним айтады, наам дейді, иә дейді. Қандай күндер? Яумус сәбт, ол яум деген күн, сәбт деген ол негізі екеуі бірге қосылып айтылады да, бұл біздегі сенбі, суббота, уяумул ахад және жексенбі, уяумул ахад, уяумул иснайн, дүйсенбі, уяумул суласа, уяумул суласаи, одан кейін вторник, сейсенбі, уяумул арбиа, одан кейін бізде не болады? Сәрсенбі. Ал енді бізде қараңыз. Сонда олардың сабақтары сенбі, жексенбі, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі. Ғалиб айтады, утла деген ол демалыс. Демалыс қай күндері болады екен? Яумул хомис, бұл жерде бейсенбі, яумул жумуа және жұма күні. Яғни қазірде кейбір араб елдерінде қателеспесем қолданыста бар, яғни четверг, пятница демалады, яғни бейсенбі және жұма. Ал кейбір жерлерде жұма және сенбі демалатын кездер бар. Қазір нақтылап айта алмаймын. Сондықтан бұл жерде жаңа арабтардың осындай жаңа демалысымен айтылып жатыр бұл диалогта. Енді бізде үйреншікті жағдай, яғни сенбі мен жексенбі демаламыз, қалған уақыттарда бізде сабақ қазір. Енді ғаним келейік. Уктубил мауадда ад-дирасия дейді. Енді уктуб деген катаба яктубу деген етістіктен шыққан. Катаба яғни жазу. Катаба жазды, яктубу жазып жатыр. Уктуб десе ол не? Бізде жаз деген бұйрық райында келіп тұр. Уктубил мауадда. Енді мынау егерде тура аударатын болсан, негізі мәддәтун деген ол жаңа жекеше түрдегі сөзді алатын болсақ, ол зат деген сияқты нәрсеге келеді. Ал мауадда дирасия ол жаңа көпше түрде. Мауадда дирасия яғни сабақтарды жаз деп тұр ғой, былайша айтқан кезде. Сабақтардың үлгісін, сабақтардың затын деген сияқты. Ол яғни қандай сабақтар болады, соны жазып ал деп тұр. Уктуб, жаз, сабақтың кестедегі сабақтарды жаз. Енді ол қандай сабақтар? Ғалиб айтады, ас-сақафатул исламия. Ас-сақафа деген мәдениет. Мәдениет исламия. Ислам мәдениеті. Яғни сабақ, сондай. Ислам мәдениеті сабағы. Уал-луғатул арабия. Не? Араб тілі сабағы. Сосын қандай? Ар-риядияту. Бұл бізде математика. Ана ар-рияда деген бар, ол жаңағы спорт. Ар-риядият бұл математика. Кейде жаңа шатасып қаламыз. Уал-улум бұл ғылымдар. Илм десе ғылым, улум десе ғылымдар, Уал-хасуб бұл негізі жаңа компьютерге айтылады ғой, хасуб деп ноутбукқа. Енді мына жерде бұл нені білдіріп тұр? Информатика, информатика сабағы. Енді ғалиб айтады, мәтә табдаул ихтибарот. Мәтә қашан, табдау басталады, негізі бәдә деген етістік, бәдә деп үстіп етістік жазылады. Бәдә. Сосын ябдау. Мына жерде табдау деп тұр. Өйткені ихтибарот.
ихтибарот болғаннан кейін бұл әйел тегінде келіп тұрды. Мәтә табдаул деп табдамен басталып тұр. Мәтә табдаул ихтибарот. Экзамендер қашан басталады дейді. Ғаним айтады, фи шәһри шәъбан. Фи дадетате шәһр деген не? Бізде ай, шәъбан айы. Яғни шәъбан айында дейді. Шәъбан айында. Уамата янтахи. Мынау интаха, янтахи деген етістік. Янтахи бітеді. Яғни ал қашан бітеді? Әл-амуддиросию. Қандай дейді? Оқу жылы қашан бітеді? Мынау жыл деген мағынаны білдіреді. Ам аддироси, оқу. Оқу жылы қашан бітеді? Ал оқу жылы қашан бітеді дейді. Ғаним не деп жауап беріп отыр? Фи шәһри рамадан. Рамазан айында бітеді. Дадетате айында. Қандай айда дейді? Рамазан айында бітеді дейді. Ғалиб айтады, әл-утлату саласату ашхур дейді. Демалыс 3 ай дейді. Саласату ашхур. Жаңа шәһр деген сөз бар ғой, мынау сөз. Соның көпше түрі ашхур деген айлар. Алхамдулилла дейді. Аллаға мадақтар болсын. Әл-утлату тауила. Демалыс ұзақ екен дейді. Ғалиб айтады, бәдәәтил хайса. Яғни бәдәәт негізі. Бірақ осы кейде сөзбен қосылып кеткен кезде сукун мен сукун қосылса, мына кәсіра болып кетеді. Мына екінші сөзбен қосып кетсе болады. Бәдәәтил хайса. Не дейді? Бөлік басталды. Яғни сабақтың бөлігі. Бірінші сабақ, екінші сабақ, үшінші сабақ деп бізде атайды ғой. Сондай бір сабақтың бөлігі басталды дейді. Енді мына жерде бәдәәт деп тұр. Әт деген хайсо, мынау тамарбута бізде әйел тегінде келгендіктен, мына жерде негізі етістік бәдәә, ябдәу емес пе? Бәдәә өткен шақта. Енді мынау әйел тегі болғандықтан, мынау тә қосылады, сукунды та. Бәдәәт деп оқылады, ахиссо. Яғни бөлік басталды, сабақ басталды. Хайя, кеттік, бина, менбен пен, нә бізбен бірге кеттік. Иля софи, сыныпқа. Қа, сыныпқа кеттік дейді. Хайя бина, кеттік. Деп, осымен бірінші бізде диалог бітеді. Енді екінші диалогты қосып кетейік, Алла қаласа. Әл-хауару thani. Осы тараудағы, 7-ші тараудағы екінші диалог. Нәда мен илхамның екеуінің арасындағы бізде диалог. Бұл жерде енді бізге нестейді? Әйел тегінде қалай сөйлеу керектігін және қалай сөйлем құралатындығын осы жерде көрсетеді. Ассаламу алейкум ва алейкумуссалам. Исми нәда дейді. Менің есімім, естеріңізде, исмун десе ол есім, исми десе менің есімім, китабун, кітап десе, китаби десе менің кітабым деген сияқты, яны қосу арқылы өзіңізге тиесілеп аласыз. Исми нәда, менің есімім нәда дейді. Ана сурия. Мен сириялықпын дейді. Исми илхам. Менің есімім илхам. Ана суудия. Мен саудиялықпын дейді. Яғни Саудия деген өзіміз білеміз, Мекке, Медина бұл орналасқан жер. Риад деп атайды астанасы. Бұл жақта. Суудия деп осылай айтылады. Ана толибатун. Мен студентпін дейді. Қай жерде? Фи джамиати Димашқа. Фи дадетате джамиати. Университетте қандай? Димашқ. Димашқ деген университетте студентпін дейді. Ана толибатун фи джамиати уммил қуро дейді. Мен мынау Димашқ деген осы жаңа неде? Сирияда болатын болса,
Ал мынау Саудияны айтып жатыр, иә. Ана толибатун. Мен не дейді? Мен де студентпін дейді. Фи жамиати Уммул Құра. Уммул Құра деген университетте студентпін дейді. Уммул Құра деген енді тікелей аударатын болса, деген біз өттік, ана, Құра деген ол Қория дегеннің көпше түрі. Қория деген бізде қала немесе ауыл деп атайды. Құра деген соның көпше түрі. Яғни қалалардың анасы. Осы Мекке деп атайды ғой, қалалардың анасы деп. Осы Уммул Құра деген Меккеде университет бар. Осы университетте студентпін дейді. Фи айи куллиятин тадрусин. Қай куллияда оқып жатсың дейді. Куллия деген ол жаңа факультет. Фи айи қай факультетте тадрусин оқып жатсың. Айел тегінен еткен кезде, аударылған кезде тадрусин, яғни оқып жатсың. Бізде ертегіне айтса тадрусу. Фи айи куллияти тадрусу десе, сен қай жаңа факультетте оқып жатсың деп ертегіне айтса, ина дегенді қосу арқылы біз осы етістікті не істейміз? Осы шақтағы етістікті әйел тегіне аударамыз. Тадрусин оқып жатсың. Яғни әйел тегіне обращение жасаған кезде осы тадрусин деп оқу. Адрусу фи куллияти тәрбие дейді. Не адрусу фи куллияти тәрбие. Тәрбие факультетінде не оқимын дейді. Адрусу, мен оқимын. Ва фи айи куллияти тадрусина анти. Ал сен қай факультетте не оқисың дейді. Ал сен қай факультетте оқисың? Тура осы сөйлем сияқты, иә. Адрусу фи куллияти тиб. Не дейді? Адрусу оқимын фи куллияти факультетте тиб. Яғни медицина саласындағы медицина факультетінде оқимын. Сәәкуну, сә деген енді осы шақтағы етістікке қосылатын болса, онда алдыдағы осы келер шаққа қолданады. Сәәкуну, яғни боламын дейді. Кана якуну деген етістік бар. Кана якуну. Осыны мен деп айту үшін акуну деп айтасыз. Яғни боламын. Сәні қосса акуну, боламын деп алдыға айтуға болады. Кейде қосады, кейде қоспайды. Сәәкуну деп қосса да болады. Яғни келешекте боламын деген сияқты ғой. Сәәкуну, боламын, мударрисатан. Кім боламын дейді? Мударрисатан. Мен оқытушы боламын дейді. Иншаалла, Алла қаласа дейді. Енді бізде иншаалла деген сөзді, яғни дұрыстап қарап алсақ та болады. Мына жерде иншалла деп бізде айта салады. Енді негізі мына сөз үш сөз ғой. Ин деген егер, шәә қаласа, алла егер Алла қаласа, иншалла Алла қаласа деп айтады ғой бізде қазақтарда. Сәәкуну, боламын дейді. Тобибатан, кім болам дейді? Тобибатан, дәрігер болам дейді. Иншаалла. Енді мынау жаңа мударриса болатын болса, яғни тәрбие бөлімінде оқығандықтан бізде қалай атады ондайды? Филология деп айтады ма? Қателеспесем, ұмытып тұрмын. Яғни осы жаңа оқытушыға қай факультет оқиды, осы тәрбие соған жауап береді. Тобиба деген осы тип, яғни медицина саласында оқитын болса, ол дәрігер болып шығатыны мәлім. Осымен, Алланың қалауымен бізде екінші диалог бітті. Енді сіздер осыны бірнеше рет тыңдауларыңыз үшін мен осыны
аудармай тек қана бір оқып шығам, осыны тыңдап шықсаңыздар болады. Яғни сөздердің бәрін жаттап алып, осыны бірнеше рет оқып түсініп алғаннан кейін ештеңкеге қарамай тек қана естіп отырсаңыз, қаншалықты оны қанша процент түсінесіз, сол өте маңызды. Ол аудирование, яғни сіз тыңдап оны жаттығасыз. Ал бисмилля, бастайық. Тек бір оқып шығам, сонымен сабағымыз аяқталады. انظر إلى اللوحة اقرأ الجدول الدراسي. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. اكتب المواد الدراسية: الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب. متى تبدأ الاختبارات؟ في شهر شعبان. ومتى ينتهي العام الدراسي؟ في شهر رمضان. العطلة 3 أشهر. الحمد لله، العطلة طويلة. بدأت الحصة. هيا بنا إلى الصف، هيا بنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي ندى، أنا سورية. اسمي إلهام، أنا سعودية. أنا طالبة في جامعة دمشق. أنا طالبة في جامعة أم القرى. في أي كلية تدرسين؟ أدرس في كلية التربية. وفي أي كلية تدرسين أنت؟ أدرس في كلية الطب. سأكون مدرسة إن شاء الله. سأكون طبيبة إن شاء الله. Осымен сабағымыз бітті. Осы екі диалогтағы сөздер жаттап алыңыздар, бірнеше оқыңыздар. Жазуды дамытам десеңіздер, осы екі диалогты жазып алсаңыздар болады. Одан кейін міндетті түрде осы диалогты бірнеше рет оқып және тыңдаңыздар. Сол кезде пайдасы молынан шығарып аласыздар, Алла қаласа. Және Аллах Тағала осы оқылған дәрістермен бізді Құранды, хадисті түп нұсқасында түсінуге Алла баршамызға насіп етсін. Алла разы болсын баршамызға.